Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, жұп-жұмсақ, қамыры үлпілдеп тұратын пирожкиді бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жылы суды, тұз, қант және де сұйық майымызды құямыз. Бір ас қасық дрожжымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қылып қамыр елеміз. Пирожкиге қосылатын заттардың барлығының құрамын описанияға қалдырып кететін боламын. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоятын боламыз. Міне менде қамырым 1 сағатта ашып көтерілді. Енді осы ашыған қамырымызды пирожкиге дөңгелектеп шығамыз. Міне менде шамамен 12 штук қамыр шықты. Енді бетін жауып көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше пирожкидің салмасын дайындап аламыз. Менде бұл жерде піскен картошка, татымына қарай тұзым, бұрышымды салып қойдым. Енді көтерілген пирожкиімізді қолымызбен ақырын жайып, ішіне картошкамызды салып, жақсылап екі бетін бір-біріне біріктіретін боламыз. Пирожкиімнің барлығын алдын ала дайындап алдым. Енді қызып тұрған майға салып, екі бетін қызарғанша қуырып алатын боламын. Міне достар, біздің пирожкиларымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Баршаңызға ас болсын.